Нарғоз Данаев атындағы орта мектебінің 8 Б сынып оқушысы Сейсенбек Айнара, жетекшім Маржан Жұмахановна. Табиғатта илам, жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғат зерттеулердің облыстық форум үздік арт дизайн номинациясы бойынша қалдықтарды қайта өңдеу арқылы мен петр қалдықтарынан мата қалдықтар, ағаш қалдықтары арқылы наурыз комбинациясын шығарып істедім. Бас шаңырақты фетр қалдықтары мен мата қалдықтары арқылы және де осы ағаш қалдықтарын мажыр арқылы жасап шығардым. Ал пластиковый бутылке арқылы мен осы егін шаруашылық технологиясына өзімнің жасанды өсімдіктеріме жаңа өмір беріп жатырмын. Ал біздің үшінші жобамызға келіп отырсақ, бұл ормандағы үйшік деп аталған еді. Бұл жерде мен кардон мен түтікшені жаңа өмір бере отырып, осы жобаны шығарып отырмын.